Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Қадірлі көрермен, құрметті жақсылар. Құранды қатесіз оқуымызға кедергі болатын 9-шы мәселе, ол Құран үйренген кезде ұзын сүрелерден, ұзын аяттардан бастауымыз екен. Түсіндіре кететін болсақ, әдетте ұстазбен жүйелі түрде сабақ алған кезде біз Құранның ең соңғы бетінен, яғни қысқа сүрелерден бастап үйренеміз. Ал ұстазсыз үйренген кезде, Құранды хатым жасаймыз деп үйренген кезде, біз не істейміз? Құранның бастапқы бетіндегі сүрелерден бастаймыз. Әлбетте ол ұзын аяттар, ұзын сүрелер. Мінекей осы нәрсе біздің Құран тәжвидін сақтамай оқығандықтан үлкен қателіктерге алып келеді екен. Мысалға, сөйлем ұзарған сайын, оны біз әрбір жерде, өзіміз деміміз жеткен жерде тоқтай береміз. Бұл тәжвид бойынша қате болып саналады. Ұзын сүрелерді оқығымыз келеді. Сүре ұзарған сайын, аятта ұзарады, аят ұзарған сайын қателікте көбейеді. Сондықтан бастапқы кезде демімізді дұрыс созып, дұрыс тыныс алып үйренбейінше, ұзын аятты қай жерінен бөлу мәселелерін үйренбейінше, сәл болсын сабыр етіп, қысқа сүрелерден, қысқа аяттардан бастап үйренгеніміз жөн екен. Кім қысқа аяттарды, қысқа сүрелерді қатесіз жақсы оқып үйренсе, ұзын сүрелерге келген кезде де әлбетте қиналмайды. Сондықтан сәл болсын сабыр ете тұрып, қысқа сүрелерден бастап алған жөн. Аллах тағала баршамызды өзінің Құранды қатесіз оқитын сүйікті құлдарының қатарынан етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.